шапала ұрмай отқан адамның үйінде өмір бақи ауыз ашар болсын. Шапала ұрғандардың балалары Казгуге грантқа түссін. Шапала ұрмай отқан адамдардың балалары колледжге грантқа түсін, ал керек болса. Шапала ұрсақ арасынан шашықпай тұрған қошеметті Әли мен Анелдің тойына шашу қылдырып шашпай құдалар шашу болсын. Бәрекелді, рахмет. Қазағым қал жағдайын қалай қазір көз жүгіртіп қарайық маңайға бір. Өзбектер өз елінен нәсіп таппай Астана Алматыны маңайлап жүр. Қырғыздар әлі күнге қырық пышақ осы күні қырды ойбайлап жүр. Африка аштан қырылып жатқан кезде біздің қазақ денсаулыққа диетамен қарайлап жүр. Кейбіреуді итпенен санайдап жүр. Біздің қазақ тауда жиппенен мамайдап жүр. Бүгінгі той жасаған қанат көкенмен ақыл тәдеміздің көңілін мәңгілікке арайландыр дегіміз келеді. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Әр нәрсенің жайы бар. Әр нәрсенің жайы бар, бақаның да байы бар. Жоғындырып кейіндірсең маймылдың да шырайы бар дейді ағайын. Сондықтан да әр нәрсе өз жайымен сіздерге риза болып отырмын, құрметті ағайындар. Негізі Талдықорғанда 12:30-да той бітіп жатады ағайын. Сіздер кәдімгі күшті көрінеді. Еще бір 3-4 ән бар ма тағы да билейтін ағайын еще бір. Соған риза болып тұрмын кәдімгі. Сондықтан да қуаныш құтты болсын, қапал, келін құтты болсын, келін келісі балабақша жемісі болсын. Күшті дегенді сүт болып отқан екенінен айналайын. Алла тағалам берді 9 ай 10 күннен кейін осы Әли мен Анелді бірін әке, бірін ана болуына тілектеспін ағайындар. Дұрыс па? Аналық жол тірейміз. Анеля әрқашанда аман болын. Мінекей балалық шақтан өтіп, аналық шаққа жетіп жатқан күні құтты болсын. Бақытты болыңдар, ұстасқан қол мәңгіге ажырамасын. Бүгін енді осы Әли мен Анелдің тойына жалпы құрметті ағайындар екінші дастарханның басын осы жастардың құрметіне бір керемет әсем ән жолдағым келіп отыр. Бағана Қанат ағаммен ақыл тәтем айтып еді, ескі ән болса да бір есті әніңді жолдап берші деп. Сондықтан да ертең ойлап қалып жүрмеңіздер еді, ойбай тамада келіп, тек қана құрметті ағайын сөйлей береді екен деп. Біз өлең айта аламыз ағайындар. Сондықтан да осы әнімді осы кісілердің құрметіне арнап берейін. Осы екісін билетейінші. Бола ма? Келіңіздерші ортаға бір вальс билейікші. Жамалымсың деген әнді арнап келіп отқан құрметті ағайындар, менің жанымда отан дегеніміздің бойымыз кемейді, бірақ құрметті ағайын даусымыз келеді. Сондықтан да шамамыз келгенше қол соғайық. Жамалымсың, отан екеніміз ортайық. Екінші дастархан басында Қанат ағамның сұрауы бойынша жастар бақытты болсын. Бір вальс билетейікші. Sensiz erdem, gül kızı özün örgen.
жақсы, біреудің әйелімен билеген вообще жақсы деді. Өз әйелімен билеп жүргендер сіздерге рахмет. Қарадаған бастан. Қалғандардың бәрі өз әйеліміз қойып жүр. Өйткен бәрін шығарып салып отыр ғой бүйткен. Баяғыда пойыздың ішіндегі әңгіме сияқты ғой ағайындар. Құрметті ағай, құрметті туыстар, құрметті 74-тер рахмет. Сіздерге көптен көп рахмет. Қантыратып отыр деймін, сіздерді сақыр заводта істейді деймін. Әлі 5 килограмм қант бар екен ағай. Соны беріп ұстауға рұқсат етіңіздер. Қазір артынан әдемілеп бере жатармыз. Енді екінші асымыз келіп отыр. Астан дәмінен алып отырыңыздар, қадірлі қонақтар. Астарыңыз дәмді болсын. Мен енді ортаға бүгінгі тойымыздың жалпы негізгі той осы 74-тердікі екен ағайындар. Мен осы 74-терді 78-лермен қос ортамызға осы достар қауымын, кластастар қауымын құрметтеп, қошеметке бөлеп, жақсы бір тілектің алағына шақырғым келіп отыр. Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өзіме өзіммен артып, жауыздық келіп жаныңда болған кезіңде 74-тер мен 72-лердің ауласында өлген мың артық деп мен ортаға шақырайын. Ал келіңіздер достар, кластастар, 74-тер мен 72-лер. Мама, 12 жан деп тұрған жоқ қой мына кісілер. Кәдімгідей до конца жібереді екенбіз. Рахмет, 72-лер осындай көңілмен пейілдеріңізге рахмет. 72-лер қайда тұр, 74-тер қайда тұр. Былай істейік. 72-лерден 2 адам, 74-терден 2 адам, қалғанымыз жақсылап бір билейік. Бола ма? Ақшаны конкретно кім жинады, сол шықсын. Давайте вот ақылдың тойына 30 мыңнан жинайық деген кім конкретно сол шықсын. Мәкіс қой, мәселе түрінен көрініп тұр. WhatsApp-та группаның администраторы дейме? Сіз сразу білесің ғой. Былай істеген, қыздың жолдың ішке. Дұрыс қой. Сондықтан да осы кісілер бастап берсін, біздің ақылда демді кластастар. Дұрыс па? Қуаныш құтты болсын. Ал араларыңыздан сайдан 2 адам, 74-тер 2 адам, артынан қанттар атамыз. Ассаламағалейкум, құрметті қауым, тойға жиналған.
Құдалар, жаңа құдалар, бүгінгі орындарыңыз құтты болсын. Сіздерге зор денсаулық, бар жақсылық тілеймін. Хан кәке, апам. Той құтты болсын. Немере шөбере сүйіп, үй толған балаға толсын деймін. Қуанышқа ортақпыз. Жастар, Али, бүгінгі шаңырақ көтеріп отырғандарың құтты болсын. Мәңгілік махаббат болсын. Дей отырып, қырдағы қызғалдақтар дірілдеген, қуаныш келе берсін күлімдеген. Біз сіздерге үлкен бақыт ұсынамыз. Құтты болсын бүгінгі тойларымыз гүлдеген деп қол артынан музыкалық сәлем болады. Енді құрметті қауым шуларымыз. Мына жерде біз аттелік қалаларынан Алматыдан осы жетсекілер келіп жатырмыз. Ақылдың арқасында ақыл қанат бүгін жасап жатқан үлкен тойлар құтты болсын. Балаларың бақытты болсын. Өздерің аман есен болыңдар. Осы балалардың қызығына тоймай, аман есен тек қана жақсы бір тойларға жайылған дастархандарында ойнап күліп жүре беріңдер. Достарың көп болсын. Құда мыңжылдық болсын. Бүгін Анель, Али үйлену тойлары құтты болсын. Шаңырақтары биік болсын, босағаларың берік болсын. Сендерге ақ жол тілеймін. Осы екі семьяның ортасында алтын көпір жасап әрқашанда бақытты өмір сүріңдер. Ата-аналарыңды сыйлаңдар. Тек қана жақсылық тілеймін сендерге. Бала шағаларың көп болсын. Енді 72-лердің атынан бір музыкалық сәлем. Ассалаумағалейкум тойға келген қауым. Ассалаумағалейкум құдалар. Төрге шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Әрқашанда Алла сіздерді болсын деп қапалдың төрінен кетпеңіздер. Төр сіздердікі құтты болсын. Төрге шыққан төрлеріңіз, құдалықтарыңыз құтты болсын. Енді мына қанат ақыл бүгінгі жасап жатқан тойларың құтты болсын. Екі баламыз бақытты болсын, екі жас бақытты болсын. Екі жасқа тілейтініміз тек денсаулықтары құтты болсын. Шаңырақтары биік, босағаларын берік. Өмірлі шүбірлі болыңдар, тек бақытты болыңдар. Әке-шешелеріңе тек жақсылығын, бізге жақсылықтарын естіртіп жүре беріңдер. Біз қуанып соған куәгер болып, мәз болып біз жүре берейік. Тойларыңыз құтты болсын. Құрметті қонақтар, бүгінгі келіп жатқан тойға құтты болсын. Құдалар, тойларыңыз құтты болсын. Жастар, біздің баламыз көз алдымызда өсті, кішкентай желіп өзі ақ көңіл, бағананы сөз сөйлеп отқанда ақылды жанашыр, ана дегенде желбіреп жүреді біздің ақылымыз. Сол мамалардың еңбегін ақтаңдар. Біздің қанатымызда ақыл жігіт, ақылды айтып кеттім. Тек қуаныштарың болсын жастар. Екеулерің мұны құда боласыздар, біз қуанып жатырмыз. Мұна біздің ішімізде келмеген кластастарымыз бар, бірақ сәлем айтып жатыр олар. Келмеген ойбай, Сәния, Нәсем, Гаухар, себептермен келмегендер бар ғой ішінде. Камиля бар, бірақ сіздерге сәлемдемелерін жолдады. Оны қазір Гүлжан айтып жатады. Мен тек жақсылық тілеймін сіздерге. Сіздермен бірге бізде балауат жүрміз ғой деймін. Бақытты болыңдар жастар. Бағым қуаныштар болсын, жақсы кектер айтып жатыр. Солардың бәрі келісімдер болсын. Менің тек қана айтайын дегенім, баяғы өзіміздің қазақтың әйгілі батыры Бауыржан Момышұлынан бір журналист сұраған екен. Бауке осы айтыңызшы, батыр деген кім еді? Сол кезде Бауыржан Момышұл атамыз айтқан екен, ойланбастан ол батыр дегеніміз қыз бала деген екен. Неге олай деп айтасыз? Бауке дегенде ол кісі мен мысалы ешқашан көрмеген, қанша мысалы батыр болсам да көрмеген жерде бір минутта тұра алмас едім. Ал қыз бала болса өзі ешқашан көрмеген, танымайтын жерге келіп, сол елді біріктіре алады, сол елді сыйлата алады, сол елдің ұрпағын
қаймық бастап сол елдің ұрпағын өсіреді деген екен. Осы біздің бүгінгі міне келініміз осы Қиябаевтар әулетінің батыр атансын. Сол ғана айтайын деген. Тағы енді біз өз 74-тердің бір қазақ өзі мақтанғанын жақсы көреді ғой, мадақта жүргенді. Сондықтан енді біз өзіміз 74-тердің атынан біраз мадақтамаларымыз бар, соларды айтып өтсек. Алыстан келген қонаққа Лиза құдағи дейді. Ханым Жамбас көрші Гүлназ. Тойға бірінші келген қонақ номинациясы Ғалия. Ғалия, үшінші. Тойға бірінші келген қонақ номинациясы. Мың бір алған биші номинациясы құдағи Гүлжан дейді. Әдемі құдаша номинациясы Айнұр. Әдемі құдаша, Айнұр құдаша. Тағызға да бір 2 килограмм пен жүру керек. Ақыр 2 Айнұрда шығып бірақ. Екеуі де Айнұр ма сонда? Да? Енді қандай номинация? Мен берейінші, қыз қосын. Қалдыңыз? Әдемі көйлек номинациясы Ардақ ханымға Салиева, да? Дұрыс қой? Шапыда тұрып қояқ бұл. Ақша жоқ да осындай көйлек киіп алады. Мықты дос номинациясы. Досым саған сенен сенем өтем, жолы өтен демеймін, жөні өтен. Достық деген адамның көрік екен, достық деген ақылдан серік екен. Қазезов Жанат. Ең мықты дос. Рахмет, 20 мың теңге алғандай болмасын. Ең қысқа дос номинациясы Қиябаев Мақсат дейді. Жалып сөйледі ме мына кісі? Ең қысқа тост деген қайдар сізді беріп қойыпты, құтты болсын. Алыстан келген қонаққа дейді, 1000 шақырымға қарамай, құда жекжаттар алай. Алыстан келген қонақтар періштедей баладай, Ошақбаева Нұргүл ханым дейді. Алыстан келген қонақ. Құтты болсын. Рахмет, тәте қант бітті. Әдемі вальс номинациясы. Ешкім көрмеді бұл кісілердің вальсында. Ойнап айтып отырмын, ja? Асқар менен Шынар деген кісілер ең мықты вальс билет дейді. Шынға өтіріп көрмейді. Көргендер бар ма? Әлі қант бар мені. Бар. Құдағиды шақырсақ, Әлия құдағи. Қазақ айтады ғой, екі үйде жаңағы дорба жүрсін дейді ғой. Сондықтан біздің 74-тердің атынан
дорба ішінде 5 килограмм қантымен осы 2 дорбаны біз контроль жасап қарап жүреміз. Тек қана екеулеріңіздің араларыңызда осы дорба ғана жүрсін. Береке бірлік болсын араларыңызда, балалардың қуанышына келе берейік, тәттілік болсын. Және де Құдайға 74-дердің атынан жеке өзіміздің корзинамыз. Құттықтаулықтарыңыз 1000 жылдық болсын, той-тойға ұлассын. Рахмет. Енді негізі мынау неге қан таратып жатыр деп ойламаңыздар ағайындар. Бұл енді 74-тердің өміріміз тәтті болсын деген ниеті ғой. Негізі мынау енді қымбатшылық заманда осындай сый-сияпат жасап жатқан. Өміріміз тәтті болсын, арамыз тәтті болсын. Құдағи әрқашанда сыйласып жүруге Алла нәсіп етсін. 74-тердің мінекей қонақжайлығына мен қатты риза болып. Сіздер не алып келдіңіздер сонда? Жоқ, өлең алып келіпті ғой бұл кісілер. Соны айтып жатырмын ғой. Енді арнайы Жанат ағамның атынан бір керемет бір Жанат аға ғой да? Асқар ағам. Асқар ағамның атынан бір ерекше ән болсын деп жатырмыз. Той құтты болсын. Енді подаркілеріңіз бар ма? Беретін. Иә, беріп қойыңыздаршы бір Қанат ағаммен осы ақыл дәдеммен бір арнайы ерекше бір қуанып бір кәдімгідей бар ғой. 20 мың теңгені алып келген адам сияқты шапалақ ұрып тұрыңыздар. Асқар ағам орындауында керемет ән, әннің атын білмеймін, өзі айта жатыр. Той құтты болсын. Достар деген ән. Аққайыңдар төгіліп нұр шашады, аулақанда аққанат шашады. Аулақанда сендірген жас жұбайлар жырласып сырласады. Сендерге әрдайым орындар, ағылау төріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар. Сендерге әрдайым орындар, ағылау төріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар. Бақырым жұп болсын. Ал енді бұл 17 жастағы енді Али енді білесің ғой, гитарамен жіберу жоқ қой шекте. Сол сияқты енді мен саған енді осы тойымды айтып берейін енді, өзім шығарғам ғой бүгінгі өлең. Я люблю тебя, сказал, тыңдамадың, до чего же ты моя махаббатым, для чего хожу к тебе, айтшы жаным. Или просто это так айналайын. Пусть будет праздник на земле, умутханша. Пусть любовь идет как маг ураганша. Пусть любое существом бақыт болсын. Или просто это так айналайын. Как-то раз вечерком үйге келдім, сухомятка ет кушать перед сенің. Другим парнем Өлдің талым қапыз ғой. Келдім, пусть будет праздник на земле, умутханша. Пусть любовь идет как маг ураганша. Пусть любое существом бақыт болсын. Или просто это так айналайын. Рахмет. Ой, рахмет. Деген жеріңіз күшті болды жаңа. Сол жер ұнады. Ураганша деген жер. Бір суретке түсіп жепсеңдер, кетпеңіздер, е? Жепсін. Жандарым, қарындарыңыз ашып емес. Сіздер бір билетейік деп, өлең айтайын деп едім. Шай дұрып отырсыздар ғой. Келіңіздер енді, атам жаудан қайтпаған, апам шайдан қайтпаған білемін. Бірақ десек те бүгінгі 72-лер жалғыз қалдырмаңыздар. 74-тер мен 72-лер қосылып,
бір жақсылық осындай той сіздерге де жұғысты болсын. Балаларыңыз күзде үйленсін, көктемде үйленсін, жазда болсын, жазда үйленсін, күзде болсын, қыста болса, қыста үйленсін деген не? Көктемде үйленем деген әнмен келіп отқан Шыңғыс бауырыммен ортаға шақырым келіп отыр. Келе қош жиға, әдемілеп бір жақсылап, бүкіл 74 пен 78-лердің бәрін билеп, көктемде үйленем, орынды айтам, Қазақстан Республикасының халық артисіне үміткер Шыңғыс. Бәрі келді, сол құтты болсын ағай. Ортаға шығып тілдейді. Rahmet, çok bozunlar ölüyorum kapmayalım. Bakalım ben oynamazsın dedi. Rahmet, toz kimdir Ali? Amelya, bir ortağa жақыныңды. Алансы, тоғыз. Ал енді қадірлі қонақ 74-тер рахмет, 78-тер сіздерге енді негіз жаңа Шыңғыс деген бала қан беріп жатыр дегенің айтып жатыр өлеңді просто. Қан бітті Шыңғыс. Последний құлағыңа беріп жатыр. Дұрыс қой, иә? Рахмет. Енді бұлай істейік, Али, той құтты болсын. Енді қанша жылдан бері танисың біздің ана елді? Жыл. Аңғын демей айтшы? 9 ай болды. Бәсе сөйдеп айтса, 9 ай бұрын
Қай жерде кездесіңдер? Қалада. Қай жерде мысалы? Таксовать. Ой? Маздамен ба сонда? Таксовать етіп жүрдім, индрайверден шақырып анелі отырды да. Алла берді, сол қайықтан таксовать еттіңдер сонда? Именно қай жерін алып кеттің? Алымда. Алымда не істеп отырсың сен сонда? Сол жерде жұмыс істедің да? Ой, қызым, не деген міне керемет, өмірге деген құштарлығы береді. Жастайынан мінекей жұмыс жасап, әке-шешесіне ауырлық салмай, пожалуйста. Ондай қыздар мықты болады, әлия құдағи, білемін. Иә, менің де әйелім пельменный бірдемеде істеген әйтеуір. Сол жерден алып кеттім мен. Пельменнің түйетін жерде істеген. Сондықтан да мынау құрметті ағайын осы алымға рахмет деп бір шапалақ ұрып қойып, егер алым болмаса екі барды таныспас еді. Одан кейін мынау индрайвер деген мынау құрметті ағайын таксопаркке рахмет. Дұрыс қой, индрайвер болмаса әрине неге таныспас еді. Сондықтан да құрметті ағайын, міне жастарымыз табысып бір-бірімен осындай керемет қол ұстасып жатса, бүгінгі тойымызда мінекей осы өмір тәтті болсын деп бағана 74-тер айтып жатса, менен мына жерде папасы мен мамасы жастардың өмірі тәтті болсын деп ортаға торт жасапты ағайындар. Менен сол тортты алдыртқым келіп отыр, заманның ағымына сайын негізі салтымыз бен дәстүрімізде жоқ, бірақ десек те заманның сәні мен мәніне айналған екі жастың құрметіне торт тартып еткенді жөн көріп отырмын. Жаным деген жігітке от берем, шабам деген жігітке ат берем, Әли мен Анелдің тойында осы ағайынның алдына торт берем. Торт сыйы. Құрметті ағайын, бұрынғы заман 74-те білесіздер ғой, сіздердің кездеріңіздегі торт қандай еді? Ришиктің ортасында сізге шоңғыша-бұржақтың заман ғой. Ондай тортты да жедік қой, тәрбиелерім күліп жатыр. Соның торт қылдырып жеген заман болған. Қазір жастар қандай бақытты, өздері пісірмейді. Кәдімгідей кулинарияға заказ беріп болсын, балалардың бақытын байламайық деген ниет. Бүгін енді той құтты болсын. 2022 жыл екен, өлмеппін әлі тірі екен. Әли менен Анелдің тойында ағайын шапалақ ұрып тұр екен. 2022 жыл екен, өлмеппін әлі тірі екен. 2001 жылғылар Әли үшін бір айғайлап шулап тұр екен. 74-тер а деді, 72-лер о деді. Бұл жолдас орнынан атып тұрды да Әли красавчик деп айғайлады. Шығай WhatsApp-та. Әли красавчик деп айғайлады. Красавчик! Сол кезде қыз жолдас орнынан атып тұрды да, ол жолдас аузың жап деді. Деп айтты. Ойнап айтып отырмын просто. Бәрім айтып отырмын. Анель красавица деп айғайлады. Анель красавица. Молодец. Сол кезде Әли мен Анель екеуі торттың жанында жақындап, Әли қолына пышақты ұстады да, ұстасай! Қолына пышақты ұстады да, қайынатасы Бектұрсын қайынатасына қарады. Қарасай? Бүйтіп қарамаса, бүйтіп күштен түсіріп қарасай, адам болсайдан. Қайынатасы орнынан атып тұрды да, сол кезде Әли қайынатасына қарап, қайыната, қарасай маған менденен бір. Қайыната осындай қыз тәрбиелеп берген сізге рахмет. Білесіз, еркек өз орнын, әйел өз орнын білу керек. Сондықтан да осы біздің кухнямыздың хозяйкасы осы Анель. Дұрыс, ең бірінші пышақты сол Анельге берсем бола ма деді. Сол кезде Бектұрсын құда, молодец, дұрыс. Әли осылай болу керек. Еркек өз орнын, әйел өз орнын білу керек деді. Дұрыс па құда? Бүйтіп қалыпсыз ғой жолда. Дұрыс, молодец Әли деп айғайлап жіберді. Әли, бер, Анель ұстасын пышақты деді. Оң қолымен Анель ұстады да, құда фук етіп отыра қалды. Сөйтіп Әли оң қолымен бірге ұстап, керемет тортқа келді де, тоқтай тұр Анель деді. Қолың жайш деді. Алақан жай деді. Тортқа бата берейін деді. Жайш деді. Я, торт
Sende жазық жоқ, бізде торт жоқ. Дұрыс па торт жоқ? Мен деді де екеуі оң қолмен алып кіріштен тортты кесті. Ағайын осы кезде қошемет ұрып, 74-те бір айғайлап шулап, аяқта көршілері құтты болсын деп қыз болып келін шай ішетін болдық деп көршілері қуанды осы жерде. Бүкіл қапыл ел қуанды, бір тілім тортты Анеля ұстады да табаққа салды. Сол кезде мөлдір ресторанның официанттары шустыр екен жүгіріп келді осы жерге. Пірім олар? Жүгіріп келді де тортты алып кетті. Әли мәрт қой, официант екі қызға қарады да тортты тарап беріңіздер деді. Торт тарап беріңіздер. Кәдімгі еркек көрдіңіздер ғой. Сөйтіп қайнатасының жанына қарай Әли жақындады. Жүгірді бір кезде қайната деп жүгіріп барды да қайнатасының жанына келіп орындықты қайтардыңыз, сыймай қойды. Қайнатасының жанына келді де, папа, бір торт берейінші сізге. Сол кезде қайнатасы берсең бер балам, бірақ нанымнан берші деді. А то кремнен жүрегім айнып деді. Сөйтіп нанынан бір тілімін алды да қайнатасының аузына салып жіберді. Ағайын шапалақ ұрып осы жерде. Сөйтіп енесінің жанына келіп, мама, бір торт берейінші, сізге рахмет. Сізге рахмет осындай қызды өсіріп, 9 ай 10 күн құрсағыңызды көтеріп, өзге әулетке табыстауды оңай емес. Менің өмірлік жарымды дайындаған сізге рахмет. Аузыңызды ашыңызшы, торт берейін деді. Енесі айтты, маған крем бере бер. Мен жүрегім айнымай. Сөйтіп кремнен алды да енесінің аузына салып жіберді. Енесі а деді, күйеу боласың, мә деді ғой. Енеңнен алына жүрген үшін бір ғой, көмегіне шейін тұқтың отыр. Күйеу баланың қолынан жеген торт қандай күшті, тағы да берші деді. Сөйтіп бір тілімін алды да тағы да енесінің аузына салып жіберді. Ағайын шапалақ ұрып жіберді қошеметтеп. Сөйтіп енесі отыра қалды да Әли әйелінің жанына қарай жақындап келіп, сол кезде біздің Анельде жын ұстап кетіп, не Әли? Менің де атам мен енем жоқ па не? Мен де берем деді де атасын көріп қойды. Атасы бар ма өзі? Атасының жанына келді де, папа, маған крыша болды. Қорықпа, өзім крышамын ғой деді. До конца, атқа мінгізіп үйретейін ба деді. Сөйтіп енесінің жанына келді де, мама, мені ұрмайсыз ғой, деді. Сөйтіп енесі айтты, оны үйге барғаннан кейін көресің. Сөйтіп тамадан жанына қарай Анель жақындады да қолындағы тортын алып мамасына Анель бір қарады Әлия мамасына. Мама, WhatsApp'та бол, WhatsApp'та деді. Сөйтіп Әли екі қолымен Анельдің екі бетінен ұстап, ағайын осы кезде біз шапалақ ұрып, 2001-тен айғайлап шулап. Қарасаң, менде нейім бар, мен басым бос емес. Әйеліңе қарам, маған қарама. Жаным Анеля, мен сені өмір бақи сүйіп өтемін, махаббаттың отына күйіп өтемін. Мен сені бақытты қылдыруға тырысам, жаным Анеля, баспен зік-зік тезеймін. Қайнарлар сондай екен ғой сен? Әйеліне қатты екен ғой негізі? Жоқ деді Анеля. Қазақ сүйіспеген, қыздарға тиіспеген Әли мырза Анель ханымның маңдайынан бір иіскегенде, бір иіскеп ағайын шапалақ ұрып осы жерде бір музыка қояды. Таксовай деп жүріп тапқан қызың бақытты болды. Bir торт берсе әйеліңе бір жақсылық беріп. Оның не қиыншылық көріп жүргенде таксовай депті. Ағасы бар ғой жанында. Сен де беріп қойшы бір әдет деп тұрып, жолдасы. Ол соғатындар бар ма? Кім? Ол жолдасы кел ағы, батыр. Кел. Қалқаман батыр? Кімнің? Мен, саған. Түріңе қарасам торт жейтін бала сияқтысың ғой кәдімгі.
жартысын жолдасқа кесіп бер, өзің жалғыз жеп қойып жүрме, WhatsAppқа отырып жүрейін ма? Мен оған кішкенесін беріп, жұғысты болсын деп беріп жатырмын саған, потом. Иә? Давай, артыңа қарама. Той құтты болсын, молодец, келіңдерші ортаға. Вот, қандай керемет жұп, жараса ма ағайындар болды. Ақ пен қара бірге жүреді деген сол ағай. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да бүгін мінекей өзіміздің құрметті ағайындар, қап-қара болған өзіміздің ініміз бүгін отау құрып, керемет келін алып келіп жатқан шақта, әппақ анеліміз осы әулетті бақытты қылсын деген бір жақсы ниет. Анеля, мынау құрметті ағайын, үйлену оңай, үй болу қиын дейтін қазақпыз, бірақ құрметті ағайындар, мынау балағын таксовет еткізбеңіздер. Ма? Кішкене жоқсатып ба деместеңіздер. Рахмет, аман болайық құрметті ағайындар. Негізі бірақ шынымен де таксовет етіп жүріп құрметті ағайындар енді табысқан ғой. Иә, сондықтан да рахмет, аман болыңдар, бақытты болыңдар, тек қана биіктен көріңдер. Құдай қаласа, Алла бұйыртса, өз істеріңнің маманы болыңдар. Қапалдың ең мықты супер келіні Анеля болсын. Той құтты болсын. Мол ұстасын тойларына. Енді әрбір мынау құрметті ағайын қыздың ойы, қыздың арманы ақ көйлек кию емес пе ағайындар, иә? Бүгін міне осындай ақ көйлек кигізіп, тойдың төріне шығарған осы Қанат әкемізбен мынау құрметті ағайындар осындағы ақыл мамасына көп рахметіміз айтқымыз келеді. Келіннің үлкен арманын орындап жатқан мыңдарға алғыс. Ақ көйлек кигізіп той жасап мінекей қалаға бар, фотосессия жасады, алымның алдына барып. Неге той құтты болсын. Былай істейік, қадірлі қонақтар. Мынау бағана айтып жатқан жайымыз бар, бір қыздарды шақырым келіп отыр. Мен осы Анельдің бір әпкелерің бар ма, Анеля? Действительно тойда күшті жүретін бір. Жақсы бір. Өз-өзін әдемі санайтын кім бар? Османдегі ойым деген едің я. Ал? Енді нормально бола береді. Жас қыз 38-ге келген. Алмашка деген қыз шақырайшы ортаға. Шапала ғой, Алмашка. Ойым деген едің я. Алмашка, сағыз. Осы кісі Алмашка деген соң. Алмашканың іштеңеге сауық соқпайды ғой. Алмашка, той құтты болсын, молодец. Тойға ат үші келдің ғой, да? Аха. Ну, болады. Алмашкадан кішкене үлкенірек бір 36-тан асың дейді қыз бар ма? Кім бар? Жеңгелерін шақыршы, бір әпкелерің осы жерде. Күшті, самый активный тойға келгенде күшті жүретін бір бар ма? Аида деген кісі, Галия деген кісі шақырайық орда. Шапала бұрай, кіндік мама. Свалим на танцпол, летит бомба. Чик-чик, перейдет девай бомбу. Это твой конец, лови комбо. Фаталити на бите морду тромба. Опа, мы под стробоскопом. Всем стопа, поздно звонить опа, топа. Бірақ мен кеңіз құдай, қан таратып отырмыз ғой, есіңіз ма? Ей, Алмашка мені! Жарайды, отыра, Алмашка, отыра қойшы. Жаным, тамақ жешсің кішкене. Иә? Ақтайын деп етір, неше түр жасайды ағайындар. Тәуба ғой ағайын, бар кезде жейік та. Вот, жоқ көз тақ көріп жатырмыз ағайын, бірақ жоқшылыққа сақтасын ағайын, иә? Бар кезде мереке. Сондан да Галия деген осы кісі, мынау құрметті ағайындар біздің Анелямыздың кіндік мамасы. Анеляның кластасы сияқтысыз ба? Жап-жасыл, мамам. Бірақ кеңші ортаға, құдағи болып отыр, бері қарай жақындаңыз. Осы кісіге бір құрметті ағайындар конкуренция создавать ететін біреу бар ма бізде? Бекжан дейді? Қыздарды шақырып отыр. Онда қалқаман шықты. Бар ма бір жақсы бір қыздар бар ма? Келіңіздерші, біздің әулеттегі әли бір жеңгең бар ма? Дұрши жүретін, шаш, үйтіп беретін бар ма? Кім? Айтшы. Зәмзә деген кісі кім? Кім? Ол, қинама, қинап ашқан гүлдің иісі шықпайды Қанат аға. Зачем ол қинап?
өз еркімен шығатындар бар ма? Біздің әулеттен. Кеңші көк көйлек киген Динара дәдемізді шақырайын. Сен жеңеше. Туфлиіңіз күшті екен. Действительно, вот стиль, да? Пожалуйста. Беріп қойсаңшы. Так, тағы бір керек болып тұр, тағы да бір қыздар бар ма? Әдемі, түрі онша емес болса да 74-терден бар ма? Бар ма? 74-тердің бір қыздары бар ма? Самый активный болып тұрған бар ма? Кім бар қаратағы, айтшы, 74-тердің қызы? Кім бар? Бағдат. Класста бірінші атаман қыз бар ма? Бағдат деген кісіні шақырайшы ортаға. Қол соғай! Пожалуйста. 72-лерден осындай тәте бар ма? Алайыңыздаршы. Бар ма? Қайсы кім ол? Қинама, ешкімді қинама, өз еркімен шықсын. Кім? Асқараға қинама. Зачем ол? Бар ма? Бір жастау қыздан шақырайыншы, бар ма бір? Дружка! Келі. Аузын жап деп отқан кеш ортаға сен шақырайын. Шапала қой, қол соғай. Класстасына ұқсап тұрсың. Жап-жас мама, кіндік мама. Риза болып тұрмын, құрметті қыздар. Той құтты болсын. Есіміңіз кім? Таныс болайық. Сабина. Сабина. Подружкасы, иә? Қанша жыл болды танығалы? 2 жыл. 2 жыл. Группалас или не? Жұмыста танысқанбыз алында. Алымда жұмыс істедіңдер сонда, иә? Лағымнан создыңдар ма? Жай просто жұмыс жасадыңдар, сол жерде таныстыңдар. Кіндік мамасының аты Ғалия. Вот, құдағиыңыз. Одан кейін сіздің есіміңіз? Әсем. Әсема. Кім болып келесіз? Келін Қиябаевтар әулетінен. Ағайлама? Қиябаевтардың келіндер жасай берсін. Жаман келін емес ағайында, дұрыс қой? Просто болмыс солай. Так, есіміңіз? Нұрзия. Нұрзия? Бір ренжіп қойдыңыз. Қанып бермедің, айтыңыз. Нұрзия, бүгінгі тойды көтеретін осы 4 қыз. Каспий банк емес ағайын. Бүгінгі тойды көтеретін осы 4 қызымыз. Мынау құрметті ағайындар, бүгінден бастап қыз жолдастың аты қыз жолдас емес, Кристина Арбакайте, Россия. Қол соғайық. Құдашамыздың аты, құдағиымыздың аты Ғалия деген кісінің аты сағат Құдай қаласа 1:30-ға дейін. Бұл кісінің аты просто Мария, Мексиканың сұлуы. Одан кейін мына кісі есімі Асем да, Асем ханым сағат 1:30-ға шейін Құдай қаласа бұл кісінің құрметті ағайын аты шапалақпен қошеметпен Мисс Шин, Китай. Сіз Мақпал Жүзовыз. Қазақ елінің намысы болғайсыз. Келсеңіз ба? Енді құрметті ағайындар, негізі біздің Қазақстанда көп мода дамымайды деп жатады. Мынау көйлектеріңізді қанша күн болды ойланғалы? Кием, осы көйлекті кием деген. 10 минут. Оңа, киелік кетіп қалдым болды да? Все, сіз? 2 күн. 2 күнде ойланған көйлек, действительно вот. Сіз көп ойланған сияқтысыз. Не кием деп? Қанша? Қандай біліп қойсың ба? 1 ай, 10 күн, 20? 1 жеті, пожалуйста. 1 жетілік көйлек, ұнап жатса қол соғайық. Міне, сіз күнде осы көйлек киетін сияқтысыз. Сразу көрініп тұр. Ну, бұл әдемілеп тұрып, қазір қадірлі қонақтар бұл кісілер сіздердің алдарыңызда өздерінің көйлектерін көрсетеді. Жалпы бірінші орынға 5 килограмм қант деп жатырмыз. Одан кейін Құдай қаласа 1 кусок торт деп жатырмыз. Пакетке салып алып кетесіздер. 2 жағында әйтіп акарачка жабысқан. Пакетке салып береміз соны. Сондықтан да қадірлі қонақтар бүгінгі тойда қалай мода көрсетеміз, бір-бірден шығамыз. Қыз жолда жастардан бастаймыз әдемілеп. Маған бір брусқа мен сіздерге көрсетіп берейін. Один раз покажу, потом будете повторять. Ортаға келесіздер әдемілеп халық шапалақ ұрып, овация қойып. Ортаға бір линиямен халыққа әдемілеп тура осы
осы жерде бір айналамыз, көйлек көрсетіп, одан кейін тура осы жерге келеміз де маған ұстаймыз да шаш пен аяқ бірге лақтырамыз. Все. Бітті. Артық іштеге істейміз, иә? Сонда да құрметті қыздар кішкене артқа қарай тұрайық. Вот артқа қарай. Ең бірінші қыз жолдас бастайды. Итак, елестетейік, құрметті ағайындар, Астана қаласы подиумда 4 мемлекеттің қыздары өздерінің көйлектерін көрсетіп жарысады. Ең бірінші ортада Россия, Кристина Арбакайте, шапалақ қошеметтеріңіз болсын. Бір айналамыз. Шаш пен аяқ. Қошемет. Бітті, артық іштеңе жоқ. Сен бір нан алып жүрген сияқты магазиннен. Келсі, асықпай әндегілі да. Зато қазір құдағиымыз көрсетеді. Бұл кісі құдағи емес, бүгінден бастап просто Мария, Мексика. Көйлек называется. Қандай аты не? Бір аты бар шығар, вечерний бірдеме дегенде бар ма? Сондай да. Прическаңыз каре да. Кетті, ортада прическа каре, көйлектің аты білмеймін. Аяқ киім Лабутен. Все, кеттік. Ортада Просто Мария, Мексика. Шабалақ. Қалқап жүрмейді мына кісілер. Мына кісі қызық болып тұр, енші көрейік сізді. Мен майса-майсы бір көрейін. Әлі өмірде бір қыз болып жатырғаннан кейін енді кішкене майсы көрек шығар өмірде. Бір көрейік енді. Кеттік ортада Мисс Чин, Китай. Қол соғайық. Енесімен ұсыпаған келіндер сияқтысыз. Біреуге ренжіп жүрген сияқтыға. Ну, болады, нормально. Дауыс бересіздер ағайындар, е? Кеттік ортада Қазақстанның намысын қорғайтын Мақпал Жүнісова. Көйлек называется повседневка. Аяқ киім называется Versace. Прическа называется пепел. Ортада Мақпал Жүнісова. Аузын бәрі ламбард екен мұнда. Сен алдың денге жатыр. Ну, болады, нормально. Дауыс береміз. Кім қалай жүрді, солай дауыс, құрметті ағайындар. Бірінші жүрген Кристина Арбакайте, Россия. Пожалуйста, қандай жүріс, сондай дауыс көрдің ғой, да? Екінші Просто Мария, Мексика. Пожалуйста. Мисс Чин, Китай. Мақпал Жүнісова, Қазақстан. Олда көрсет. Өзіміз әрекет. Мына құрметті ағайындар, той құтты болсын. Финалда екі қыз қалу керек болатын. Бізде құрметті ағайындар, енді қыз жолдас и бізде Мақпал Жүнісова да ортамызда. Сіздер екеуіңізге бір күшті бір подарок бар. Қандай бір подарок? Мәңіз. Мынау сізге и мынау сізге. Или былай істейік. Сіз жүріңіз, мен қадағиын алып қойын. Екеуімізге рахмет, келіңіздер былай қарай тұрайық, бір-бірімізге жаңағындай. Олдар қалай тұрды, face to face. Тырнап алып жүрмеңіздер бір-бірлеріңізде. Бері қарай тұрыңыздар. Бүгінгі финалда осы екі кісі 74 против құдағи. Шапалақ ұратындар болса, пожалуйста, қалайыңыздар. Құрметті қыздар, әдемілеп тұр енді. Үйленгендеріңізге қанша жыл болды жалпы былай?
26. 26 сізге? 16. 16 жылдың ішінде жолдастарыңыз машина жүргізе ма? Жоқ. Машинесі жоқ қой сонда? Неге қызықпай? Қызықпай тракторға ішсің. Вообще айдамаймын мен. Күйеуіңіз осында ма? Салып қалай? Өмірге деген былай көзқарасы нормально ма? Да? Енді былай істейміз. Машина запчастарын айтып жарсаңыз осы жерде. Кім көп айтады, сол жеңеді. Кім аз айтады, сол жеңіледі. Кеттік. Ең бірінші біз өзіміз жақтан бастайық. 74-тен. Бірінші машинаның қандай запчасын білесіз? Карбюратор. Еще күйеуіңіз машина айдамайды. Сіз? Мотор. Вот мотор. Есік. Есік. Сцепление. Цепление. Дұрыс, цепление. Ага, цепление. Тормоз. Өзіміз тұрмыз. Сіз? Газ. Аккумулятор. Акклиматор. Генератор. Выхлопная труба. Выхлопная труба дейді. Бар? Оңбайдан білесіз сонда? Выхлопная труба. Дұрыс, это я. Анау мынау түтіндердің бәрі шығып кетеді. Выхлопная труба. Кеттік. Одан кейін? Радиатор. Радиатор. Майды тексеретін. Вот щуп. Вот майды тексереді. Рақсыды, фантазиясын мықты керек. Мамай, кеттік. Одан кейін? Амортизатор. Сиденье. Сиденье. Пружина. Датчик. Датчик, вот, датчиктер болады. Одан кейін? Руль? Айтпаймыз. Умайт руль не считается. Руль не считается. Тосол. Вот тосол. Тосол болмаса жүрмейтін машина. Или тут тосол, или антифриз. Одан кейін? Капот. Капот. Багажник. Бензин. Бак? Бензин, және де бак бар ғой. Фара. Бензонасос. Бензонасос. Дөңгелек. Диск. Диска. Шина. Диск, оған шина керек екен ғой. Диск жүрмейді екен ғой. Аккумулятор. Аккумулятор айтылды. Покрышка. Покрышка айтылды. Бампер. Бампер. Насос. Насос. Дворник. Домкрат. Домкрат. Трос. Цепление. Айтылды цепление. Колодка. Свеча. Гуль. Кіль. Айна. Дворник. Айтылды дворник да айтты. Сигнализатор. Вот, сигнализация. Колеса айтылды. Болды ғой деймін. Осындай шапалап ұрайық еді. Құдағиым шатап бір нәрсе екі рет қайталап атқан жайы бар. Сонда да құрметті ағайын. Кішкене құтты болсын. Алтын салатын болды қауысқа тағы. Былай істейік. Ортада Ғалия құдағиымыз арнайы осы тойға келіп отқан біздің әулеттің атынан, жалпы Күлеспек әулетінің атынан бір жақсы бір қант жоқ, қандай бұл? Бір андай күшті бір подарок берді. Бека қайдасың? Беконай жақсы бір қымбаттауынан берді. Шынайman. 3,5 мыңдық басылды. Ал енді құда қыз ұзату деген не үшін? Жарайды. Өздеріңізден алған затты өздеріңізге беріп отырмыз ғой. Құтты болсын. Анда сізге ішінде не бар екенін білмеймін. Істей ма, істемей ма білмеймін. Істемесе әкелсеңіз,
ортада. Мынау енді арнайы осы бүгінгі бірінші орынға ие болған арнайы 74-тердің қыздарына бір қол соғып қояйық. Және ол жолдасының атынан 2000 теңге ақша. Жеп ал. Ал, не істейді екен? Каспий ол, Каспий. Қайсы, Каспийін даш жал, көрейік. Номер бар ғой Каспийда, дәде? Көрейік. О, 600 теңге тұр ғой сен номер. Болады. Мұны кім алып кеп берді? Әйтер, біреулерді әйтер жауып атыр артын. Біз қазақ осындардан кейін көтерілмейміз ғой бұл. Шапала қорып қояқ, қол соғып қой. Бірақ 2000 теңгесін жібер, жарай ма? Бекаға жарай ма? Не жеп отырсың? Күшті жеп отырсың? Соққиып қалды. 2000 теңге 74 түрін кетті. Қантың ақшасы шығарып алайық 74. Сізге Абдусей, шын жүректен, шын ниеттен құтты болсын. Иә? Әне, бешінен сақтыр болсын. Енді бүкіл елін көп жетпей қойсам, соны бөліп оламыз. Рахмет, 74-тердің қыздар ризам мінеке. Ғалия құдағиымыз бастаған бізді тойды көтеріп атқан қыздарға рахмет осы жердегі, иә, құрметті ағайын. Жиналыстап отырғандай болмай, арасында осындай ойын жасап тұрайық деген ниет қой, той құтты болсын. Бізде 2 терек қалды, одан кейін спокойно үйге қайтамыз, құрметті ағайындар. Қуаныш құтты болсын. Мен енді ортаға достар қауымын шақырым келіп отыр, Қанат ағаммен осы жерде ақылды демнің жалпы мынау тағдыр жолы табыстырған, өмір жолы табыстырған барша достарын шақырым келіп отыр. Мұқан мен Баян деген кісі бар ма осы жерде? Достарының ішінде қаяқта келді? Орал Фарида, Ильяс аға Сәулет өте, Төлебатыр Гүлбану Ерлан Иман бар. Жүр ма осында? Келмеді ма? Хорошо, что келмеді. 74-терді көргеннен келмеген жер. Мына жолдасымен дейді. Азамат Бақыт Төлетай, Сая, Кәрім Күләнді, Батырбай, Орынбасар, Асқат Гүлбаршын, мамамыздың достары деп жазып қойыпты. Төлеу Злихан Нұржан, тәте Жаудибаева деген кісінің аты кім қой жауып? Жанаргүл апайымыз сөйтіп жасаңыз, Жаудибаевымыз. Жанаргүл апайымызды Жанка Болдыбаева деген. Бипканың шын аты кім сонда? Бибігүл сөйтіп жазбайсың ғой, Бипкасын. Гүлбан, Азамат, Бақыт, Сағынхан, Бақыт Жатақбаева. Бақыт Жатақбаева. Рая тәте, Риза тәте, Сәбірәлі ғой дейме? Сәбірәлі жолдасымен деп жазып бар. Келіңіздер жолдасымен. Құтты болсын. Бектің мынау достарының да мамалары келіп отыр. Төлетай ағам, Төлеп ағам бар осы жерде бір қол соғып қойсаңыздар болады. Және өлең айтқан Шыңғыстайын азаматтың менің өнердегі інімнің, бауырымның бірі әкесі, мамалары той құтты болсын. Және менің тағы да бір шәкіртім бар, осы Бек. Негізі екі Бек деп шығады, арасында Бекжан деген менің тоже осында шәкіртім жүр, ары бері шапқылап. Маржан деген келінім отыр, Нұржан деген осы жерде құрметті ағайындар біздің мамамыз отыр осы жерде. Рахмет. Осы айтып қойын деген ниет қой, достардың ішінде Бектің достарының мамалары да бар. Бөтен емессіздер, бәріміз бір қазақтың баласымыз. Бұлай істейік. Үлкендер бастасын, кішілер қостасын. Бәрі үлкен сияқты. Ата келіңіз. Ата бердіңіз ба, өзіңіз бастаңыз. Ер азамат көп. Құрметті қауым, құдалары, жекжат жолдастар, бүгін Қиябай Абылетінің үлкен той иесі Қанат пен Ақыл тойларың құтты болсын, балалар бақытты болып
шаңырақтары биік, босағасы берік болсын. Екі әулетке мақтаныш болсын. Бала шағалар көп болып, ақыл көмірін бастырып отырсын. Құрметті ағайын, туғандар, ал енді сіздердің қуаныштарыңызға келіп отырмыз. Екі жақтың барлық құдаларын шақырып той жасап жатсыз. Тойымыз құтты болсын, баламыз бақытты болсын, ұзағынан болсын, құдалықтарымыз да ұзағынан болсын, бақытты болсын. Екі үйдің ортасына алтын көпір болсын. Бүгінгі күні той жақсы өтіп жатыр, бәрі ойдардай деп ойлаймын. Енді бүгінде біздің Али Исаның да туған күні екен. Исаның мен балаларының кіндік шешесі 2 жасқа толып отыр екен бүгін. Ал енді өзі 2 жасқа толып жатқанда, ағасы үйленіп жатқанда өзі 20 жылдан кейін өзінің тойына келіп отырайын. Тойға боласың, құтты болыңдар, бақытты болыңдар, сүйгеніңіз сүйіктісіне қауіпсіздіңдер ғой енді. Бақытты ұзақ өмір сүреймін сендерге. Мынау сіздің баламның подаркасы ұлымның немеремнің Әлидің туған күні. Қанат ақыл, бүгінгі тойларың құтты болсын. Тағына 2 жасқа алдымен тілерім. Айналайын 2 жасын ата-аналарының үмітін ақтаңдар. Иманы үйіп отырған бір күн шаңырақ иесі болыңдар. Қанат пен ақылына думанында түрлі тойларын жалғасын таба берсін. Тек қана дастарханда мұқтай қуанышқа, жақсылыққа жайылсын. Қанат ақыл, балалардың тойы құтты болсын. Осы отырған қауымға, ауылға келген келін құтты болсын деймін. Және демес Әлиге айтарым, өмірде бақытты бол қосағыңмен. Және өзіңнің бір жақсы өмірде отбасылық әлеміңді құрып, сол әлемде тек қана бақытты жандар, құда-құдағилар, туған-туысқандарың қызық көре берсін. Ал Қанат, ақылына тойларың құтты болсын. Құдалар төрлеріңіз құтты болсын. Біз Бектің достарының әке-шешелеріміз жақсы. Араласамыз солардың арқасында. Мен сол 2 жасқа бақыт тілеймін. Өмір жастарыңыз ұзақ болып, балалы шағалы болыңдар, өмірде бақытты болыңдар. Құрметті, бүгінгі мынандай үлкен думанды кештің қонақтары, құдалар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Менің ақыл құрбымдай, қанаттай осындай жандарға қыздарыңызды қолына қондырып беріп отыр екенсіздер. Ақылдың алтын ене болатынына мен сенімдімін. Енді ақыл менің құрдасым, бірақ бірге оқымасақ та, бір жерде туып өспесек те 7-8 жылдай болды ақылмен құрдас дос болып жүргенімізге. Мен енді сонау Шымкенттің Шәуілді Шәмші ауылының қызымын. Осы жақтың келінімін, 38 жыл болып қалды. Ақылмен балалардың арқасында таныстық. Жаңағы айтып жатыр ғой, қыз батыр, қыздың жүрмейтін жері жоқ деп Бауыржан Момышұлы ағамыз айтқандай, сондай бір Қыпшақтың батыр қызы едім. Сарқанды ауданынан Наймандарға келін болып өтіп кеткем 18 жасында. Ақыл, сені жақсы көрем, білесің. Сондай атыңды әке-шешең шынымен қойғандай, бағанада айтып жатырмын ғой. Қазақтың бір әйелінің өне бойынан қандай керемет асыл дүние іздесек, соның барлығы менің ақыл құрбымның өне бойынан табылып тұр. Сондай жүзінде нұр төгіліп тұр. Қанатпен бүгін танысып отырмыз, жасырмаймын. Қапалға жолдасым екеуміз бірінші рет сапар шектік бүгін. Талдықорғанда қанша жыл тұрып жатсақ та, бірінші рет Қапалға бүгін келдік. Керемет екен, таулы жер, сондай керемет аймақ. Балалардың арқасында дос болып жатырмыз, екеуі бірге оқыды. Бек пен Шыңғыс екеуі қазір бірге ұстаздық қызмет атқарып жатыр Талдықорғанда бір мектепте. Аман болсын балаларымыз, осындай тойдан тойға жете берейік. Әр қайсымыздың көрген күніміз шаттық болсын, қуаныш болсын. Ең бастысы аспанымызда қалықтап ұшқан
бейбітшіліктің құсының қанаты талмасын. Аман болайық, тек тойда кездесейік. Ал енді көпшілік нат жасап жатқан тойларың құтты болсын, екі бала бақытты болсын. Отырған көпшілікке осындай дастарханда бастарын қосылып, жақсылық бола берсін. Рахмет, келіңіз. Қадірменді қымбатты бүгінгі келген құдағилар, құрашылар, балалар. Мына бүгінгі қынаттың әкесі марқаммен мұны осы ойлап қалғанымыздар. Мына қапалда қалған осы шаңырақта мына қазіргі сөйлеп тұрғандар қапалдың тұрғылықты азаматтары. Сіздердің алдарыңызда осы қынаттың әкесімен дәмдес болған көк байрағымызды бірге көтерген міне Батырбай отыр, міне Кәрім Ақсақал отыр. Міне сол үстер ойлап қалмаңыздар, ол үсте күрес аға колхоздың үлкен абыройлы, берекелі малшысы болған. Аузын ашсам күліп, балаларым өссін, бақытым өссін, ұрпағым өссін деген тілекте болған. Сол тілектің міне бүгін қанат пен ақыл сіздердің қыздарда алып отыр. Күлсе езулерінен күлкісі кетпейтін, қуаныш десе бақ дәулетін көтеретін ақ дәулетті азаматтар. Келген қадамдарыңызға мәңгілік бірлік болсын. Міне осы қабалдың тұрғылықты, міне осы отырған азаматтары сіздердің алдыңызда мәңгілік қапалдың құдасы, құдағи болып қала беріңіздер. Рахмет, Қапал ауылы өсе беріңіздер, өргендей беріңіздер. Міне бағадан бері айтып жатыр, сондай бір керемет жерде. Мен енді осымен бір үшінші рет келіп тұрмын Қапалға, құрметті ағайын. Ар жағын Арасанға да барғам, Соқсайға да, тойға, қуанышқа барғанбыз. Сондай қуаныштан Аллам айырмасын. Қуанышпен ғана бас қосайық, қайғыдан Аллам сақтасын. Әулеттеріңізде қыздарыңыз ұзатылмаса тұрмыс құрсын, ұлдарыңыз үйленбесе келін алып, осындай үлкен әулеттің қуанышы сіздерге де жұғысты болсын деген бір ниеттеміз. Қуаныш құтты болсын. Әрқашанда аман болайық. Не алып келдіңіздер сонда былай жалпы? Жылқы деген сияқты. Қой, сиыр. Біраз өлең алып келдім. Айналайын қарағым, қалақтың қасым қос иықтан төгіле. Құлан шашым айқара көз жүрмесін, сау саламат қызыл гүлім ай. Күндіз ойдан кетпейсің, түнде түстен тал бойыңда бәрімін жоқ. Жөнін бөлек ай бұлбұлым жүрмесін, сау саламат қызыл гүлім ай. Жөнін бөлек жүрмесін, сау саламат қызыл гүлім ай. Ағашылер ансамблі Қапалдың да. Вот действительно бір қол соғып қойсаңыздар жарасыр, апа дауысыңызға дерт бермесін. Сондай бір күшті керемет дауыс иесі. Енді былай істейік, жаңа беретіндеріңіз. Камбет. Сондай бір алып келгендеріңіз болса. Одан кейін бір суретке түсіп болады, келіңіздер мына біздің Әли мен Анелдің алдына барайық. Әдемілеп, сол жерде бір тарихи сәтті есте қалдырайық. Төлеу аға, келіңіздер. Бір суретке түсіп алып, тарихта қалсаңыздар болады. Армандастар қайда, абзалдықтар қайда, Ай тамаша
Рахмет енді. Жаңа күрес адамның жақсылығын айтып жатыр ғой, құрметті ағайындар. Мінекей, сондықтан да біздің қазақ әрқашанда мынау құрметті ағайын төрт түлігі сай, осында мынау күрес адамның жақсылығын асырып, осы жерде келіп тілек айтып жатқан үлкендерімізге де көп-көп рахмет, ауыл ақсақалдарына. Енді былай істейік. Біздің енді осы жерде Бектейін бауырымыздың және Әлидің барша достары бар екен ағайын, иә? Жастар қауымы. 2000 мынау құрметті ағайындар, жалпы 22-ші жыл бала жылы болып жатса, былтыр иә, осы кісілердің жылдары болды, жастар жылы болды. Жалпы 21-ші ғасыр жалында жастардың ғасыры. Мен ортаға шақырайын Бектің достары және Әлидің достары. Егізін айтады, қалада жүріп аман қап жүріп айтып, бізді қап-қара бола болатын болған. Рахмет енді. Аман болайық, бұл жерде енді Болат, Қалқаман және Дастан деген біздің осы ағалар бар екен. Кеңіздерші, біздің Бекті өнер жолына тәрбиелеген. Кеңіздерші ортаға, дәке, қордастарым екен ортада. 74-те бір шапыда болып қойып, өнердегі ағаларына. Жігіттер, той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Енді үлкендер өздеріңіз сияқтысыздар, кеңіздер. Сондықтан да өздеріңізден бастап берейік. Одан кейін Бектің достары, иә? Одан кейін Әлидің достары жалғастырды. Ау? Кес... Кесе ба? Сода біреуізген мұқтарсын үйленейін деп атқан сияқты, жода уақытсаттан қайта-қайта кел бара. Қыз жолдас? Кішкен тірлік жазсыз? Қыз жолдас нормальный екен деп атқан. Так, үлкендері бастап берсін. Кім қайсылығы? 88-дер, да? Ал құрметті ағайын, құрметті ауылдастар, қонақтар, бүгінгі той құтты болсын. Әли шаңырған көтерген шаңырақтардың әрқашанда биік болсын. Әрқашан отбасыларында тек қана бақыт, қуаныш, шаттыққа толы болсын. Өмірлі шүбірлі болыңдар, ата-аналарының үмітін ақтаңдар дегім келеді. Әрине көпшіл қауым, тойшыл қауым, баршаларыңыздың тілек-ниеттеріңіз қабыл болсын. Әр шаңырақтарыңызда, әрқайсыларыңызда осындай думанды дүбірлі тойларыңыз көп болсын. Той қазақтың қазынасы дейді, қазынамыз таусылмасын. Тойдан тойға аман есен жетіп жүре беріңіздер. Қазыналы қарттарымыз аман болсын. Әрине осындай тойға жетуіміз біріншіден Алланың арқасы, екіншіден осындай ұл мен қызды тәрбиелеп, осы дүниеге әкеліп, осындай күнге жеткізген қос құда мен құдағидың арқасы. Үшіншіден әрине бір-бірін тауып, баршамыздың басымызда осындай тойханада қосып отырған Әли мен Анелдің арқасы, құрметті ағайындар. Әрине жастарымыз бақытты болсын, халқымды дархан еткізген, кем қылмай бағын ешкімнен. Аллаға шүкір айтайық, осынау күнге жеткізген. Әрине баршаларыңыздың дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Тойдан тойға жете беріңіздер. Аға тәте, тойларыңыз құтты болсын, келіндеріңіз құтты болсын. Енді осы Анел келініміз сіздердің әулеттеріңізді, сіздердің ұрпақтарыңызды әрмен қарай жалғастырып, сол сіздердің әулеттеріңізде бала шағаның үні көп болсын. Ойыншықтың сылдыр ғана шықсын екеуінің шаңырағынан. Той құтты болсын. Бәрекелді, құрметті қонақтар, құдалар келген қадамдарыңызға тағы да Алланың нұры жаусын. Ақыл тәте, қанаттаға, Бека, тойларыңыз құтты болсын, келіндеріңіз құтты болсын. Алишок, Анеля, бақытты болыңдар. Өмірдің бар жақсылығын тілейміз. Достардың арасында өйстіп күліп ойнап жүре беріңдер. Рахмет.
Ассалаумағалейкум барша тойға келген жамағат. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Аға тәте 2 жас бақытты болсын. Тек қана сіздер осындай тойларыңызда қызықта ғана келе берейік. Ауырмаңыз сіз. Али, бауырым, бақытты бол. Біраз адамның оздың, молодец. Өте қуаныштымын сен үшін. Тек ауырмай сырқамай әкешілеріңе тек қызықтарыңды көрсетіп жүре беріңдер. Көздеріңнен тамған әрбір жас тек бақыттан, қуаныштан болсын. Ал ассалаумағалейкум құрметті тойға келген ағайындар, ағалар, аталар, апалар. Бүгінгі той 2 жастың қуанышы. Көптен бері бауыр болып жүрміз. Аллаға шүкір, оның бәрі Алланың арқасында. Қандай биікке жетсек ағайын, берекемен әлі жететін еліміз ғой. Сол үшін мынау 21 ғасыр қандай ғасыр дегенде, бұл ғасыр кешегі абайларға, Ахметтерге, одан қалды Мағжандардың жалпы жоқ ғасыры ғой, өздеріңіз жақсы білесіздер. Оның бәрі қайдан шықты деген кезде, жаңағы мықты ұрпақ тәрбиесі дейді, Бұқар жырау айтады, Төле би айтады. Ең басты нәрсе адам үшін ол ұрпақ тәрбиесі дейді. Кезіндегі Төле бидің де, Қазыбек бидің де, Айтеке бидің де жүргізіп отқан саясаты, Қасым ханның тұсындағы мықты мемлекет болудың арқасы, оның бәрі ұрпақтың саясаты екен. Ендеше құрметті ағайын, қазір Аллаға шүкір біз де жақында үйлендік, Аллаға шүкір. Енді Әли де үйленіп отыр. Алдағы уақытта мықты ұрпақ тәрбиелеп, осы елді, жерді, Қапал деген кезінде қандай дүркіреген аудан еді, ал қазіргі жағдай қандай еді. Сол үшін осында жүрген жастар болсын, Әли бауырым болсын, осы елдің, жердің шынайы патриоты болуға шақырамын. Және де ұрпақтар мықты болсын. Адам ұрпағымен мың жасайды ғой. Өссін, өлсін. Мықты ұлдары, қыздары болсын. Ал рахмет. Рахмет. Сөйлемейсіңдер ме сендер? Кім? Қара балалар? Кеңдер. Келісіп біреуін сөйлеңдер. Ассалаумағалейкум. Асылдан ардақты, алдынан салмақты осы Қанат аға мен Ақыл жеңнің әулетіне келіп отқан тойшыл қауым, сіздердің қанаттарыңызға Алла нұр жаусын. Құдалар қауымы сіздердің тапқан төрлері орындарыңыз құтты болсын. Ал Али бауырым, Анел келін, енді тойларың құтты болсын. Көтерген шаңырақтарың биік, керегесі кең, терезесі тең болсын. Аллам ең басты атақ абыройдан ажыратпасын. Сендердің жолдарыңды біздің үйленбеген достарға берсін. Әмин. Рахмет. Сіздер екеуін былай көлеңкеде жүресіңдер ме? Көлеңкені пайдалансаңдаршы. Сондай молодец. Сыртымыз қара болғанмен ішіміз ақ жігіттеріміз дейді. Мінеке, рахмет. Аман болайық. Жігіттер мыңдап алыс. Мына жерде мен тағы да Бека шәкірдім. Дұрысыңыз келе қойыңдар енді. Кел, шекер. Келсеңдер сонау жақтан 3,5 мың теңге бензин өтіп бөліңдер ғой. Кел, шығыс. Енді мынау Бектің қос досы. Жалпы мынау құрметті ағайын достықтың, мынау құрметті ағайындар 2 түрі болады. Балалық шақтағы достық, одан кейін жастық шақтағы құрметті ағайындар достық. Сондықтан да осы жастық шағында бірге өткеріп, бірге мінеке осындай Талдықорғанды дүркіретіп, одан кейін менің қолыма келді екеуі де осы. 2 шәкіртім қол соғатындар болса 2 бек. Және Шыңғыс деген 2 бек и 1 сақал келді. Шыңғыспен осы Бек екеуі сөйлепсесін, Бекжан мен Шыңғыс Бектің достары. Бір ауыз, былай істейік, последний Алтайдағы әңгіме айтайықшы. Ойбай, біз үйтіп Бекпен сөйтіп едік, аяқталар кеттік, әңгіме керек жоқ. Ол деген, последний. Алтайдағы әңгіме. Ал Анел Әли көтерген шаңырақтары биік болсын, бақытты болыңдар, аман болыңдар, бірге бір жасықта қатайыңдар. Тойларың құтты болсын, шын жүректен құттықтаймын. Өз ақылдарың өздеріңе жетеді. Ақылды жігітсіңдер, қызсыңдар. Ата-ананың аңғырмен ақтаңдар, ең бастысы. Мынау мереке, қуаныш. Сонымен осы сендер бақытты болсаңдар, мені солай ақталады. Той құтты болсын, күшті, бәрі керемет өтіп жатыр. Сіздерге көптен көп рахмет. Енді осы қуанышпен бірге тұспа-тұс келіп жатқан осындағы менің кіндік қолым
Бектің туған ұлы, Бек пен Ажардың Исадай Ханзаданың туған күні. Бір қошемет қылып қойсаңыздар. Алла беріп бүгін 2 жасқа толып жатыр. Жастан жасқа аман есен туған күннен туған күнге жете берсін. Тамаша ізгі тілектер айтылып жатыр. Бізге дейін бізден тағы да айтылар ақ тілек, бізден кейін айтылар. Барша тілекті Алла қабыл қылсын, бар мүмкіндігінше. Сіздерге де осындай мереке қуаныш жұғысты болсын. Сіздер де қыз ұзатыңыздар, келін сүріңіздер. Құтты болсын. Мерекеге жалғаса берсін. Ал, қарағыда өлең айтам деп отырмын. Қолыма келді. Кім айтады? Общий өлең ба сонда? Гитараң кім алып келді? Тартасыңдар ма или сүйеніп тұрып айтасыңдар? Амада. 96-лар бар ма? Олар не істеп жүр? Бектің класстастары ма? Кейінгі 96-лар. Тәте аға, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Әли, Анел, бүгінгі шаңырақ көтеріп жатқан тойларың құтты болсын. Бірінші байлық денсаулық дейді, бәріміздің денсаулық мықты болсын. Сіздерге кішкентай үлесі бар, бөбелер шөбере болыңыздар. Бәрінің айтып жатқан тілектер Алланың құлағына шалынып, қабыл болсын. Не деймін, бақытты болыңдар. Той құтты болсын. Ақылтәте, қанаттаға, құдалар тойларыңыз құтты болсын. Әли бауырым, Анел, қарындасым тойларың құтты болсын. Бір шаңырақта қартайдыңдар, бір жастықта қартайдыңдар. 2 жаққа бірдей болыңдар. Алға қойған мақсаттарына жете беріңдер. Шаңырақтарың биік болсын, кенелерің кең болсын. Сол сендердің жолдарында үйленбеген басқа жастар жүрсін. Рахмет, ал былай істейік, мына жерде бір өлең, одан кейін суретке түсейік, бола ма? Кеттік. Ұйқым келмейді деген қош. Досым, жаныма адал менің досым, қадырда табам менің досым, арналсын жүрек әндерім, саған менің досым, бір үйдің баласындай досым, мен үшін жанашырдай досым, сыйласып өтейікші біз, әр осылай. Өлшеулі өмір дейтін мынау пайғамбарда, қосады дейді біздей досты пайғамбарда. Сен аман бол, жанымда ажырамай жүр менің досым. Өлшеулі өмір дейтін мынау майдандарда, қосады дейді біздей досты пайғамбарда. Сен аман бол, жанымда ажырамай жүр менің досым. Бауыр керек, өмірде сырласатын, сыйласатын өзінше үн қосатын. Сырына шамандаса біреу сені, көпсілімізге байсатын. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек, бауырласы жүргенде ауыр деме. Әр бауырдың амандығын біледі, өмірде әр адамға бауыр керек. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек, бауырласы жүргенде ауыр деме. Әр бауырдың амандығын біледі, өмірде әр адамға бауыр керек. Желбірет көк ту деген өлең жоқ, Сендер айтасыңдар ма соны? Былай істейік, бір суретке түсіп алайық, бәріміз бір жастар болды, келіңдерші. 96-сыңдар ма сендер сонда, Сендер жақсы сөйлесіңдер. Осыдан кейін бәріне биге шақырамыз. Айтады оны әр
осы жерге дейін жазылыпты ғой мына өлең. Тура осы жерге дейін жазылыпты. Қалғанын соны көріп аласыздар. Ал енді қадірлі қонақ, құрметті ағайындар, бәріміз де мереке жолға шығуға асығып отырмыз. Олай болса қарсы алыңыздар. Бүгін мінекей Күнесбек атамның әулетіндегі дүбірлі той, арнайы Әли баламызбен, мынау құрметті ағайындар, Анел деген келініміз бас қосты деп, арнайы осы жерде біздің ақыл дәдемнің өз қолымен дайындалған той бастар зейін сіздерге тарту еткен жөн көріп отырмыз. Дастарханнан тұрып еркектер кетіп қалмаңыздар. Бір 2-3 минут қазір той иелерінің сіздерге айтар рахметі бар. Соны тыңдап бірақ шықсақ деп жатырмыз ағайын. Ал той бастар зейін қабыл алыңыздар. Бүгінгі тойдың аяғы келесі тойдың басы болсын. Той бастар. Той қылған той үйлерін ортаға шақырайық. Қанат ағамызбен ақыл дәдемізді және Айдана дайын Әлидің әпкесі Айбол және Бекпен аға жеңгесі Бекпен Ашарды қосып шақырайық. Күнесбек әулеті тойымыз болсын. Қасиетті Қапал жерінің тұрғындары, және де біздің Қапал еліне келіп жатқан құрметті құдалар, рахмет. Тойылады ма? Ұнаса да осы, ұнамаса да осы енді. Барымыз салдық, ойнаттық, күлдірдік, шамамыз келгенше той басқардық деген ниеттеміз. Бағадан бері 4 сағат тік тұрып тыңдады ғой сіздерден. Бір 4 минут осы кісілерге өміріміздегі ғұмырымыздағы бір 5 минутымызды бөлейік. Одан кейін құрметті ағайындар, ақырындап жолға шығатын боламыз. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Дастархан басына жайғасайық. Отырайық. Тұрған адамдар өздерін тоқпай қалады екендер, дейін. Отыра беріңіздер. Ал енді, құрметті құдалар, құрметті ағайын, құрметті туыс, бағадан бері сіздерді тыңдады. Ал енді назарларыңыз ортаға салыңыздар. 72-дегі тәте. Пакеттеріңіз қой отырыңыздар тәте. Тәте, 72-ді сылғылар ішті. 4 ақырашқан сал қойып әдемілеп қарап отыр бетіне. Асықпаңыздар, иә? Шама келгенше бір 5 минутымыз бөлейік, оны ешкім алмайды ғой, ол сіздерге қойылған зат. Назарды салайық. 3-4 минутымыз бөлейік, ағайынға, туысқа, құда жекжат, бауырға, баршаларыңызға бір рахметін айту үшін Асқардаудай, Әли деген асыл азаматтың әкесі, мынау құрметті ағайын әрқашанда демеу беріп жүрген бүгінгі Қанат ағамыздың сіздерге айтар бір ауыз рахметі. Артынан ақыл мамасы, одан кейін мына жерде бауырлары бар, әпкелері бар, бір жақсы әдемі тілектерін айтып өтсін. Той құтты болсын. Келіңіз Қанат аға. Ал енді
Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Кішкене толқып тұрмын, айып етпеңіздер. Бүгінгі мына Али мен Анелдің қуанышын бөлісіп, уақыттарыңызды бөліп, келіп, мына қуанышына ортақ болып отқан енді бәрілеріңізге басын дейін. Рахмет сіздерге. Келіп, қуаныштың араласып, осылай. Енді кішкене толқып тұрмын, айып етпеңіздер. Құрметті құдалар, сіздердің шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Әмсе шығатын төрлеріңіз таусылмасын. Құда мың жылдық дейді. Құданы Құдай қосады дейді. Досты пайғамбар қосады дейді. Оны біз енді бір Алланың қалауымен екі жас үйленіп отыр. Екі жас бақытын тауып отыр. Енді осы Анел мен Алидің арқасында алтын көпір салып, мына Құда мен Құдағи болып жатырмыз. Кішкене толып тұрмын, айып етпеңіздер. Сіздерге көп рахмет. Ағайын, туыс, көрші, жекжат, Құда, жекжат. Бәрілеріңіз шарықтарыңыз шаттыққа толсын, тойға толсын. Уайым қайғымыз жоқ болсын, заманымыз тыныш болсын. Қазақстан деп осы ұрандап жүрген көкбасшы, ат қосып жүрген жігіттеріміз аман болсын. Қазағым атқа қонып, осыны әмсе аттың үстінде жүрсін жігіттер. Әлиге айтарым, мен Әлиім мені сүткен жем ғой енді. Ол енді кішкене еркелеу еді. Анелді де сол еркелетем. Құрған шаңырақтарың биік болсын. Жамандық көрмеңіздер. Достарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Өмір деген ол өмір. Өмірдің ағы да бар, қарасы да бар, бана айтып отыр ғой үлкен кісілер. Оған төзе білген адам семья болады. Жай бағанағы бүгін бар, ертең жоқ деген әңгіме жоқ. Мен ұлым да біледі, келіндерім де біледі. Бетке де айтам, бірақ айтам мен. Бар де жоғын айтам. Семья болам десеңдер, қиындыққа төзе біліңдер. Ешкім оңайлықпен, семья болып, оңайлықпен, енді оңайлықпен іштеге келмейді. Еңбекпен келеді бәрі. Еңбек етіңіздер. Құрған шаңырақтарыңыз биік болсын, дендеріңіз сау болсын. Осы қонақтарыма рахмет. Келіп менің тойыма келіп, тойымды бөлісіп, қуанышымды бөлісіп отқан әр шаңыраққа бақыт тілеймін. Немере шөбере сүйіңіздер. Тек қана тойда ғана кездессек, бақытты болыңыздар. Құрметті тойға келген тойшыл қауым, сіздерге шын жүректен рахметімді айтамын. Алтындай уақыттарыңызды бөліп, бізбенен қуаныштарыңызды бөлісіп жатқандарыңызға көп рахмет. Жаңа құдалар, класстастарымыз, көршілеріміз, өмірдегі достарымыз, ағайын туыс, бәріне шын жүректен алғысымды айтамын, рахметімді айтамын. Енді тойымызда бір кішкене кем-кешіліктер кетіп жатса, көңіл бөлемей қалып жатқан жерлеріміз болса, енді кешірерсіздер деп ойлаймын. Сол әмсе осындай тойда, жақсылықта, қуанышта ғана кездесуге Алла тағала жазсын. Құдағиларымызға көп рахмет. Енді алыстан келдік деп отыр. Аман есен ауылдарыңызға жетуіңізге тілектеспін. Балаларым бақытты болсын, аңсаған арман тілектері орындалсын. Тек қана бізге жақсылығын ғана көрсетсін, бізге ғана емес, екі жаққа да бірдей болсын. Тойымызды жүргізіп жатқан тамада балаларға жолдасын, құдалықты жүргізіп жатқан тамада жігіттерге өте көп рахметімді айтамын. Айып етпеңіздер, міне
біздің Бекенаудың мына Бекенаудың шашпақ көзепіненде достары, ағасы, өмірдегі достары Рахмет Рамазан Жантуар деген жігіт. Оны ұстап жетсем қолжапақ жата қойыңдар. Мына жерде осы енді шын керек. Мен ұлымен келіне бір ду қолжапақ жата қойыңдар. Осы тойды басқарып, осы жетектеп жүрген ұлым бар, қызым бар менің. Айдана деген қызым менің. Үлкен бір шапақ жасап қойыңыздаршы. Тойға келген тойшыл қауым, сіздерге рахмет, келгендеріңізге, қуанышымызды бөліскеніңізге. Али, Анель, бақытты болыңдар. Шаңырақтарың биік болсын, дендерің сау болсын. Әке-шешенің сенімін ақтап, көп балалы болыңдар. Сендерге Алланың нұры жаусын. Сосын кейін мама, папа, сіздерге рахмет. Бекке, Ажарға. Осылай әрқашан тойда, жақсылықта өйстіп жиналып, тойлатып, қуанышымызды бөлісіп жүре берейік. Келгендеріңізге көп рахмет. Сіздерге атсалысып көмектесіп жатқан адамдарыңыз, сіздерге де рахмет. Ал Али, Анель, мен сендерге бақыт тілеймін, барлық жақсылықты тілеймін. Өмірде енді ауырмаңдар, денсаулықтары мықты болсын, бірлі-шүбірлі болсын. Бұл біздің ата-енеміз сияқты олардың қызығын көріп тоже сондайға жетіңдер сендер де. Сол барлық жақсылық тілеймін. Рахмет, Амелияның үйде саяқтар бар, анау мынау бар, нотариусқа барып завет етіп ал деді. Өзіңе аманат, бұл енді қалада тұрады, білесің ғой да. Құдай қаласа алда берсе, қара шаңырақтың мынау құрметті ағайын іргетасын түсірмей, биік ұстайтын осы Анель болсын деп жатырмын. Енді қадірлі қонақтар, құрметті ағайын, енді бағадан бері бағадан таңнан бастап айтып жатырмыз осы бекке рахмет деп. Негізі шыны керек құрметті ағайын, ер азаматтың бетіне көп мақтауға болмайды. Азаматты азамат деп қана мақтауға болады. Сондықтан да бегі енді ағалық парызы ғой құрметті ағайын. Осы інім мен келінімнің тойында шапқылайын жүгірейін деп осыдан бір ай бұрын той болады деп арнайы шапқылап жүгіріп жүрген осы бек бауыры. Сондықтан да қадірлі қонақтар, бауырлар аман болсын. Бауырдың орны бөлек қой. Сондықтан да әр нәрсенің орны бөлек, ананың да әкенің де орны бөлек, бауырдың да орны бөлек. Енді мынау ағалық жүрегінен шыққан осы келіні мен інісіне бір ауыз тілек ағайынға рахмет айтып берсін. Бек той құтты болсын, қуанышы құтты болсын. Көреген армысыздар, қадірлі меймандар, енді мен аяқтайын. Мен алдыңғы қуанышта екеуіне ақ тілегін білдірген болатынмын. Қадірлі қонақтар, барлықтарыңызға шыдам сұраймын. Себебі өмірінде Али мен Анельде бір-ақ рет үйленеді. Дұрыс қой. Біз осынша уақыт сонша күттік. Бұл енді туған күн емес. Қадірлі меймандар, үлкен үйлену той. Сондықтан шамамыз келгенше кетемді қойып, шама келгенше қадірлі меймандар бүгінгі қуанышқа атсалысып келгендеріңізді көрсетіңіздер. Мен сіздердің әрқайсыларыңызға үлкен алғысымды білдіремін, бірақ ең бірінші болып алғысымды осындағы тойымызды керемет қылып өткізген, барын нарын салған, менің үлгі тұтатын осындағы бірнеше азаматтар бар. Соның ішіндегі енді менің осында ауылда керемет қылып өсірген, ол менің Болат ағам мен осындағы Дастан ағам және Қалқаман ағамызға қол соғып және менің той түзейтін, ой түзейтін, қалаға келе салысымен қолымнан бірінші болып ұстап, кел микрофонды ұста, сен керемет азамат боласың деген маған сенген осындағы Жантуар ағам. Және де әр әзілін көтеретін осындағы арнайы Талдықорғаннан келіп отырған ұлағатты ұстаз Отан ағама да үлкен алғысымды білдіремін. Осындай
осында Дастан мырзаның да, осындағы Жантуар мырзаның да қос егіз ұлдары бар. Осы жоғысты болсын. Ал енді мен енді осында үлкен алғысты тағы бір мәрте осындағы іңкәр бауырыммен осында қаншайым сізге де үлкен алғысымызды білдіреміз, қадірлі ағайын, қаладағы достарым. Енді осындағы ең үлкен алғысты Алладан кейін әкем мен анамна, себебі бекті бек қылған, осындағы әлиді әли қылған қадірлі меймандар. Ең бірінші болып ол жаңағы адамның қандай болуы емес, оның тәрбиесі, маған сенген, барын, нәрін сіңірген, осы баладан бірдеме шығады деген, ол қадірлі ағайын осы уақытта осынша достардың арасында сыйлы болып жүрген, ол менің әкем мен анамның Болаттай темірінің арқасы. Бауырдың кім екенін, әпкенің кім екенін өсірген, осы кісілер үйреткен осы жандар, және де қадірлі меймандар, менің өмірдегі ең үлкен жолым болған адамым деп жатамын, себебі мен жылқыбай оқыған, еш осыны өнерден нем жоқ адам болған, бірақ осы қуанышты осыны өнер азаматтары кезіккеннен кейінгі ерекше жан, ол менің әйелім. Менің жүрегім үлкен, прям бар ғой, Аллаға мың сан шүкір бар ғой, осындайға өсілген, осындай тәрбиелеген. Осындағы әрине оны өсіріп жеткізген қос әкелеріміз бен аналарымызға үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет сіздерге көп. Ал енді және де мен осындағы әпкеміз, енді қадірлі меймандар, барлықтарыңызға үлкен алғыс, шамамыз келгенше осындай той қылдық, шыны керек, шақырған қонағымыз келе ма, келмей ма, орын жете ма, жетпей ма, ақша бере ма, бермей ма деп те уайымдадым. Шын айтты, ол енді той жасау оңай емес екен. Шыны керек ағайын, 6 адамның басын қосып туған күн істеп көріңіздер, шын айтайын. Сол кезде біледі екенсіздер қадірін. Бірақ бауырым, саған шын жүректен бақыт, шаттық барлығын тілеймін. Барлықтарыңызға рахмет. Шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа, бақытта, шаттықта. Ал енді қадірлі қонақ, құрметті ағайын, құрметті туыстар, біздермен қоштаспайық, тек қана тойда кездесейік. Қапал елі, қасиетті жер, там жолағымен мынау әлемге танылған, мынау құрметті ағайындар келім екен, қапалдықтар, келіндеріңіз тағы да құтты болғай. Құрметті құдалар, жолға шығайын деп жатсаңыздар жолдарыңыз, ama тек қана ақ жол болсын деген ниеттеміз. 74-тер мен 72-лерге және достарға ерекше рахметімді айтқым келіп отыр. Жандарым, қан табыстағаны бәріне. Көп атқан білсең ана Батырбай құдаға жолген, соның балалары бар. Ал енді қадірлі қонақ, миы барлар үйге, үйі жоқтар далаға кетейік.